Қалай Арман? Мынау звукостудия қалай, әдемі ме? Мына барабандар ма? Қазір келеді балалар. Кімсің сен, қайдасың, сен бірі елесің, түнімде таңымдай. Ассалаумағалейкум достар. Бүгін өте бір қызық болғалы тұр. Баяғы дәстүр бойынша келін ауылға шығып жатыр. Бірден той болады. Ал әлі келін келе жатыр. Кәдімгі баяғы 90-шы жылдар керемет көрініс. Құдай қаласа, міне Астананың қызын келін қылып келе жатыр. Бірден қашып той болады. Ал шашу. Келген жылдар қосылған екі жасқа, бақытым мен байлығын ала кел. Күшірек толғанады тілейді күн нұрын, айтқаны да заң сияқты. Ғашық болдық жанары жана берсін, жұбайлардың жолдары бола берсін. Келген жылдар қосылған екі жасқа, бақытым мен байлығын ала келсін. Қостанайдан келген осы тоқтамыз Дәуітбай жауғашарларға жиен жігіттерің ашы деп маған бір жиенге шапалақ ұрып қойыңыздар. Ағашыларым жауғашар. Енді шақ-шақ Жәнібек дейміз ғой. Тоқтамыстарда алыс болмайды бізге. Мінжеге қойы беріңіз ортаға. Ендеше ұрыста тұрыс жоқ деп сіздердің қошемет шапалақтарыңызбен жас жұбайларымызды ортаға алдыртайық қанеке. Бабалардың аруағы бір аунасын, ал келін жан аруақтарға берші сәлем. Аруақтарға бір сәлем. Анау тұрған атасай Қаратаудың жотасы, келіні келіп түскенде үйінің толған ортасы. Анау қайын енесі, қара жердің кемесі, балам екеу болды деп көкке жеткен төбесі. Сондықтан дау жас келін ата енелерің рахым менен жаһанға, өмірзақпен тұрғанға, Сәкен менен Сәбитке, Теміржан мен Бақытбек, Жанабай мен Қойбағар, Мұхамбет пен Сәбитбек, Марат менен Нұрланға, Дүйсен менен Қасқырбай, Мұсарап пен Қазбекке, Еркін менен Нұралы, Мекерия Сейтқали, Ерболат пен Ерікке, Берікке де бір сәлем. Сәрсенбай мен Рахымжан, Болат пенен Жарқынға. Бүкіл Қазақстанның еркектерінің бәрін сізіп жазған ойым жазған. Астал пыстан асқандардың бәрін жаза келіп кетер. Енелері
Нағима мен Райханға, Мейрамгүл мен Торғайға, Амангелді Қамысты, Денисовке бір сәлем, Қазинаға мың сәлем, Сапураға бір сәлем, Күләш пенен Фәрида, Айсұлуға бір сәлем, Әсия мен Асылға, Жанна менен Зияшқа, Ғалия мен Дамаға, Ләзат пенен Несібелді, Кәбира мен Жұмагүл, Әсел менен ерекше нағашына тоқта ойбай не істеп жатсың? Нағаша жаза алмаш әжесіне бір сәлем Анау тұрған атасы, Қаратаудың жотасы, келіні келіп түскенде үйінің толған ортасы. Анау қайын енесі, қара жердің кемесі, балам екеу болды деп көкке жеткен төбесі. Сондықтан дау жас келін ата енелерің Рахым менен Жаханға, Өмірзақ пен Тұрғанға, Сәкен менен Сәбитке, Теміржан мен Бақытбек, Жанабай мен Қойбағар, Мұхамбет пен Сәбитбек, Марат пенен Нұрланға, Дүйсен менен Қасқырбай, Мусарап пен Қазбекке, Еркін менен Нұралы, Мекерия Сейтқали, Ерболат пен Ерікке, Берікке де бір сәлем, Сәрсенбай мен Рахымжан, Болат пенен Жарқынға. Бүкіл Қазақстанның еркектерінің бәрін тізіп жазған ойым жазған. Алыстау пысқан асқандардың бәрін жаза келмейді. Енелері Нағима мен Райханға, Мейрамгүл мен Торғайға, Амангелді Қамысты, Денисовке бір сәлем, Қазинаға мың сәлем, Сапураға бір сәлем, Күләш пенен Фәрида, Айсұлуға бір сәлем, Әсия мен Асылға, Жанна менен Зияшқа, Ғалия мен Дамаға, Ләзат пенен Несібелді, Кәбира мен Жұмагүл, Әсел менен ерекше нағашына тоқта ойбай не істеп жатсың? Нағаша жаза алмаш әжесіне бір сәлем Апа жезделері қанекей дайындала бердер. Гүлзада мен Раяға, Асаргүл мен Сәулеге, апаларың келгенде шай қойып түсірсің әуреге. Райса менен Гүлбақыт, Әсел менен Гүлдариға, Ботагөз бен Айгерім, Гүлжазира, Гүлжанар, жезделерің Қайыржан, Ерғала мен Жұматай, Асқар менен Қылышбек, Қуат пенен Айдарға, Мұрат пенен Ержанға, Төребек пен Забибек, Нәбибеге, Нұрболаттай Келінжан, апа жезделерің айы бір сәлем. Жаңа келді-ау кезек ай, құдағи мен құдағай, отырсыздар сіздерде шиыр шығатып шыдамай, құйрық бауыры жегізген, мың жылды құда дегізген, келесі кезек Келінжан, құда-құдағиларың. Амангелді құда бастаған, Сағат құда қостаған, Қуаныш Қали, Серікқали, Қойрат пенен Төлеген, Ерланға да бір сәлем, Нариман мен Жәнібек, ал Келінжан шыдағым құдағиларың әлі көп, Наргиза мен Рысбиге, Рая менен Анарға, Сәулет пенен Беризат, Ерлан құданың үйіндегі құдағиға бір сәлем, Ақкербіз бен Ақжұлдыз құдағи құдашаларыңа да бір сәлем. Анау тұрған нағашы, жиелі сөзің данасы, жиенімнің тойы деп
келіп отыр қарашы, нағашы жұртың қадірлер, барлық қазақ баласы, енең менен бір туған, әне қарындас ағасы, жиыны барлар қандайды, әзілі сірә қалмайды, жақындап кетсең жанына, жиен құрық деп зарлайды, келесі кезек келінжан жиен нағашыларыңа. Жиендері Елмира мен Венера, Ақкүміс пен Ақдәулет, Амандық пен Наурызбай, Жадыра мен Рамазан, Бақтияр мен Айнұрға, Әлімжан мен Жан Тамерлан, Айерке мен Арнұрлай, Қуат ұлы дейді, Қуаттың ұлы қайды екен. Нағашыларың Ерболат пен Азилаға бір сәлем қалеке. Қошеметтеріңіз болсын. Білмем қалмаған шығар, мен жерде бір 40-50 адам тұр, мен уже бір 200 адам атын айтсадым уже. Бұл ауылдың ұлдары ай жұрт қызығар ұтылғалы, жеңгемізді көрсек деп, көрімдігін берсек деп, қайныларың тұр бәрі, қайныларың қорғаның, қайын талды орманың, сен дабысын боларсың, ойластырғын сол жағын, анау жүрген сіңірлер, өзіңменен бір жүрер, бірге ойнап бір күлер, сондықтан дау келінжан. Малау кішкентай қайныларын бастаған бір топ қайны қайынбикелері. Данат пенен Арнұрға, Нұраш пенен Дәулетке, Ершаттарға бір сәлем, Даяна мен Ясина, Уарынгүл мен Ақбота, қайны қайын сіңілдерің айы бір сәлем. Келінің бетін аштым ау, айқайға бір бастым ау, телмірмесін дастархан, обалы бар астың ау, шашы боп жырым шашылсын, келбетіңді жырым асырылсын, ендігі бата үлкеннен, келінің беті ашылсын, таныстырған әлемге махаббаттың жаршысы, ерінбесең келінжан, енді мағанда бір сәлемдей. Бәрекелді, үйтіп, мінекей келініңді бетін аштық. Мына екі жігітке тағы бір екі сәлем жасап қойшы қане. Аттары кім? Нұрымжан мен Жәнібек. Нұрымжан мен Жәнібек дейді. Керей мен Жәнібек. Тағы бір сәлем жасап қойыңыздар. Ал енді қадірлі ағайындар, мінекей келіннің қызығын кім ашса сол ыстық болады дейді. Ол домбырамен ашқан адамды айтпаған шығар. Мынау келіннің жаңа орамалын ашып, келіннің алғаш жүзін көретін, келін кімнің алғаш жүзін көрсе, соны ыстық тартады дейді. Ендеше енесін ортаға шақырайықшы қане. Енесі қайда? Енесі ұлы мұхиттың кемесі. Берғай келіп, о домбыра қасиетті келім, сенің қоңыр дауысыңды сүйемен, құдіретті баталатын күйі бар да, адам болып алдың да басыемен деп, бисмилля деп қазақтың қара домбырасымен келініңіздің бетін ашып, маңдайынан сүйіп, таңдайына түкіріп жіберіңіз. Сосын орамалыңызды кигізіңіз. Ал құтты болсын.